Әлемдік білім беру жүйесінде оқыту сапасының ерекшеліктері. Екінші курс магистранты Көккөзова Фарида Ерланқызы. Оқыту сапасы білім беру үрдісінің қоғам талабына сай болу және білім берудің негізгі субъектілерінің қажеттіліктерін қанағаттандыра алуы. Халықаралық білім беруді жоспарлау институты оқыту сапасы деп білім алушылардың білімін, іскерлігін және құндылықтарын жақсарту ретінде тіркеуге болатын оқу процесінде және қоршаған ортада орын алатын сапалы өзгерістерді түсінуді ұсынады. Әлемдік білім беру жүйесінде оқыту сапасының ерекшеліктері. Бағдарлы оқытудың ерте басталатындығы. Әлем елдерінде бағдарлы оқыту 3-4 жыл болатын болса, ал Қазақстанда ол 2 жыл. Орта білімнің 12-13 жылға созылатындығы. Оқу жүйесінде орта мектептің көп түрлілігі. Оқытушының рөлі білімді қалай алуды үйрету. Алдыңғы қатарлы мемлекеттердің білім беруіндегі ерекшелік жас ұрпақ тәрбиесіне ерекше көңіл бөлу. Оқу бағдарламаларының ерекшелігі еркіндік. Яғни әр мұғалім өзіне керекті оқу бағдарламасын таңдай алады. Оқу жоспарлары Қазақстанға қарағанда мазмұны жеңіл, көлемі шағын, оқытылатын пәндер санының аздығы. Оқушылардың білімін бағалау жүйесінің ерекшелігі. Әлемдік білім беру жүйесінде Финляндия мемлекетінің оқыту сапасының ерекшеліктері. Оқушыларға үй тапсырмасы аз беріледі. Мектеп тексерістері болмайды. Мұғалімдер жоғары дербестік деңгейіне ие. Барлық мектептер қай жерде орналасқанына қарамастан жоғары сапалы білім беру қызметтерін ұсынады. Егжей-тегжейлі жоспарлау, сенім қалыптасқан. Мектепте оқушыға өзі ойланып, жеке шешім шығаруға үйретеді. Әлемдік білім беру жүйесінде Оңтүстік Корея мемлекетінің оқыту сапасының ерекшеліктері. Сарапшылардың пікірінше, Оңтүстік Кореядағы білім сапасы жоғары көрсеткіштерінің себептері екі негізгі фактор: ұлттық менталитеттің ерекшеліктері және тиімді білім беру саясаты болып табылады. Оқуға деген құлшыныс қоғамда жоғары бағаланады. Отбасының мықты қолдауымен сүйемелденеді. Сыныптардағы балалар санын азайту, мұғалімдер санын арттыру, мұғалімдердің жалақысын жоғарылату бұл мемлекетте жолға қойылған. Smart Education, яғни 2011 жылғы бағдарламаның іске қосылуы, барлық оқулықтар цифрлық форматқа көшірілді. Бұлтты технологияларды қолданумен 2015 жылға қарай оқушылар кез келген уақытта, кез келген жерде оқуға мүмкіндік алды. Кореядағы мектептерде оқулықтар сапалы, оқыту жүктемесі төмен, бірақ бәсеке жоғары. Сондықтан балалар қосымша үйірмелерге қатысуға мәжбүр. Кейде оларға түнге дейін оқу керек. Негізгі мақсат орта мектептегі емтиханнан жоғары ұпай жинап, үлкен мектепке кейінірек жоғарғы оқу орнына түсу. Әлемдік білім беру жүйесінде Америка құрама штаттары мемлекетінің оқыту сапасының ерекшеліктері. Америка құрама штаттарында білім берудің ерекшеліктері мынадай. Оқыту көбіне экскурсиялардан, арт жобалардан және ойын-сауықтан тұрады. Оқытудың бұл түрі 20 ғасырдың басында пайда болған прогрессивті білім ағынынан туындады. Ол балаларға күнделікті іс-әрекеттер мен олардың салдарын талдау арқылы білім алу керек деп үйреткен. Орта мектепте оқушылар ағындарға бөліне бастайды. Қарапайым және ілгері. Жақсы оқитын балалар құрметті сыныптарға барады, онда барлық материалдар тезірек өтеді және оқуға қойылатын талаптар жоғарылайды. Орта мектепте оқушыларға оқу пәндерін таңдауда үлкен еркіндік беріледі. Америка құрама штаттарындағы жоғары білім әлемдегі ең жақсы білім деп саналады. Жалпы американдықтардың сауаттылық деңгейі 99%-ды құрайды. Әлемдік білім беру жүйесінде Сингапур мемлекетінің оқыту сапасының ерекшеліктері. Сингапурдың жетістікке жеткен білім беру жүйесінің қалыптасуы білімді экономиканы дамытудың негізгі құралы ретінде пайдалану саяси шешіміне негізделеді. Білім сапасы болу үшін бастысы мықты мұғалім мен көреген директор болу керек деп есептейді. 2015 жылдан бастап Сингапурда мектепке университеттің топ түлектерден, яғни ең үздіктерін ғана мұғалім ретінде алуды енгізген. Білім беруге негізделген білім беру моделінен шығармашылық пен өз бетінше оқуға ерекше көңіл бөлінетін модельге көшті. Жобалық жұмыс, шығармашылық ойлауға баса назар аудару мен оқу бағдарламалары мен бағалау өзгертілді. Мектепте әр баланың жеке қасиеттері мен таланттарының толықтай ашылуына мүмкіндік беру үшін сыныптан тыс шаралар көп ұйымдастырылады. Әр мектеп жақсы нәтиже беретін саласына қарай маманданып, бір саланы таңдап, даму бағдарламасын білім министріне ұсына алады. Білім беру сапасына әсер ететін мәселелер ретінде халықаралық сарапшылар 5 негізгі тұжырымдамалық санатты анықтаған. Біріншісі оқыту сапасы және кәсіби кадрлардың жетіспеушілігі. Екіншісі білім беру саясаты және стратегиясы. Үшінші білім беру жүйесін қаржыландыру және оның инфрақұрылымы. Төртінші
оқу бағдарламасы мен оқу-әдістемелік кешенінің сапасы, білім деңгейіндегі алшақтық және білімдегі теңсіздік. Осы жағдайларды ескере отырып, оқыту сапасы ең алдымен келесі компоненттерді қамтуы тиіс: оқушылардың оқу жетістіктерінің деңгейі, оқушылардың ойлауының даму деңгейі, оқуға ынталандыру, білім беру процесінің психологиялық жайлылығы, пайдаланылатын білім беру бағдарламалары мазмұнының сапасы, білім беру бағдарламаларының іске асыру сапасы. Қорыта келгенде, білім сапасын көтеру үшін білім саласындағы барлық жұмыс жүйелі түрде атқарылуы тиіс. Ғылыми мекемелер мен орталықтар, жоғары оқу орындары, колледждер, мектептер, ғалымдар мен ұстаздар, оқу әдебиет авторлары мен баспалар жұмыла отырып және олар бір-бірінің атқарған жұмыстарын бірлесе талқылап, қажетті шешім қабылдап отырғанда ғана нәтиже болады.